Ассалаумағалейкум. Бүгін 29 июнь 2024 жыл. Менің огородымның жалпы көрінісі мынандай міне. Жалпы көрініс осындай. Енді бір шолып қарап шығайық. Мынау стекло, қызылша. Сиретіп қойдым араларын. Кейбір сиреткен жерлері өспей қалды, кейбір сиреткен пересадка жасағандарым өсіп жатыр. Жалпы осылай міне. Мынау шпинатқа деп ойлаймын, өзім де білмеймін не екенін. Фитнат розға немене екенін жазбаппын. Мынау клубника құлпынай өсіп жатыр, жайылып жатыр. Өсе берсін. Мынау огурцы, яр жаман емес. Мынандай бар. Бір 5-6 күнде қияр жинауға болады. Мына жаққа ауыссақ мына жерге отырғызып едім. Көп өспеді. Мынау шпинат, мынау руккола деген бәле өсіп кетті. Бұны не істеу керектігін білмеймін. Көп ешкім жей қоймайды. Гүлдеп жатыр. Ең көп өсіп кеткен осы болып тұр. Одан былай қарайық. Мынау морков, сәбіз. Арасында арам шөптер бар екен. Арам шөптер көрінбейді. Мына петрушка Настя. Мына шетіне лук отырғызып едім, бұл да дұрыс өспейді тұр. Арасында арам шөптер бар. Мынандай арам шөптерді жұлып отырамын. Ал мына жаққа келсек, помидор, қызанақ. Арасында өсіп жатқандар бар. Жақсы, жалпы жаман деп айтуға болмайды. Мына жерде де кішкене қияр бар. Міне помидор өсіп жатыр. Мына жерден де көруге болады міне. Мына жақта міне укропты алып түсіп жатырмыз. Шпинат деген. Жазып қойғанмын, шпинат екенін білемін. Арасында капуста түсіп кеткен бе? Капуста отырғызған жоқ айым. Мынау жерге морков, сәбіз қалған.
мына жерге отырғызып едім, ештеңе шықпады. Мынау кинза деген, бұл да петрушканың бір түрі ма білмеймін. Ал енді мынаны қараңыздар. Тыква, кабачки бәрі араласып кеткен. Міне мынандай гүлдеп жатыр. Бұны қалай жерге, тар жерге отырғызып қойыппын. Бірінің үстіне бірі шығып кетті. Бұл жер тар болып тұр бұларға. Енді бірақ уже әлі кеш, тек бастарын дұрыстап бағыттап, бір-бірін жауып қалмайтындай өсірсек болды. Мына жерде де огурцы, қияр. Мына жерде де қияр бар. Мына жерде даланың ромашкасы өсіп тұр. Мына жақтардың бәрі нарыншы өсіп кеткен. Ешкім жылған жоқ. Бәрін қиып жылу керек. Немене шөп екен білмеймін. Бірақ көйле жақсы. Огородының жағдайы осы. Бүгін 29 июнь 2024 жыл. Назар қойып тамашалағандарыңызға рахмет.